Қанша ғұламалар, қанша ізгі кісілер осы өлімнің ауыртпашылығын естеріне алған кезде, сол өлім сағаты келген кезде біз немен сүйіншіленеміз, қандай сүйінші келеді, жәннат деп келеді ме, немесе сүйінші тозақ деп келеді ме деп осыны ойлау ұйқысын қашырған, Алла субханала тағаладан қорқып жылауларына себепші болған. Ешкім мен жақсы халде өлемін деп өзіне кепілдік бере алмайды. Алла субханала тағала соңымыздың жаман болуынан сақтасын. Жақында 2 ай уақыт өткен жоқ. Бір жігіт қайтыс болды. 5 уақыт намаз оқып жүретін, ораза ұстап жүретін, сабақтардан қалмайтын, тақуалықтың барлық белгілерін ол жігіттен көретін еді. Қараған кезде шынайы мұсылман осы жігіт сияқты болса деген ойға келесіз. Алла субханала тағала басына бір-екі қиыншылықтар жіберді. Сонда шайтанына еріп ішіп қойды. Дос айтады, бір күні хабарластым, кел отырайық, сөйлесейік. Мәйітін жууға кірген жігіт айтып жатыр. Шақырдым, кел сөйлесейік, неге бұлай істеп жүрсің деп біраз әңгімелесейік деп звондадым. Мен қазір сендермен сөйлесуге, көрісуге ұяламын. Мен бір айдың ішінде түзелемін, қайттан намаз бастаймын. Құдай қаласа бір айдың көлемінде, бір айдан кейін жолығайықшы. Мен қазір сәл қисық жолда жүріп кеттім, сендермен жүздесуге ұяламын деп соңғы сөз сол болды деді. Арада көп уақыт өтпей сол сөйлескеннен кейін әлгі жігіт қайтыс болды. Машинасы авария болды, арақ ішкен, мас халде көлігін жүргізген. Және жанында жеңіл жүрісті бұзық қыз бар деді. Екеуі де қайтыс болды. Қарап отырсаңыз, қандай өкінішті, қандай ауыр жағдай. Қанша намаз оқып жүрді, қанша ораза тұтып жүрді, білім мәжілістерінен қалмайтын, басқаларды керісінше келіңдер, бұл не істеп жүргендерің деп жанына жақындағандардың бәріне уағыздайтын. Бірақ Алла субханала тағаланың қалауы соңы сондай қайғылы өкінішті нәтижемен бітті. Адам өзінің қандай халде өлетінін білмейді. Сол үшін де әрбір адам әрбір сәтте, әрбір уақытта өлімге дайын жүру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге қоштасушы адамның намазын оқыңдар дейтін еді. Жаныңызда өлім періштесі күтіп тұр, 2 ракат намазыңды оқып бол, мен қазір жаныңды аламын дейді. Сіз қандай халде тұрып намаз оқисыз? Әрбір намазың соңғы намазың сияқты болсын деді. Әрбір күнін, осы соңғы күнімде өмір сүрсеңіз, бір күн емес бір күні ойыңыз дұрыс болып шығады. Сол үшін де әр уақытта, әр сағатта адам өлімге дайын жүру керек. Әлгі жігіт 1 айдан кейін деп, 1 айға план жасап жатыр. 1 айдан кейін мен бүйтемін, 1 айдан кейін түзелемін деп. Ал бірақ сол 1 айлық план жасап жатқан кезде, онымен өлімнің арасында бірнеше күн тұрған еді. Кейде пландап жатамыз, өліммен біздің арамызда 1 сағат, бірнеше минуттар ғана тұрады. Бір ғұлама айтпақшы, адамдар өздеріне пландар құрады, ал мына жақта ажал оған күліп тұрады деп. Ол білмейді. Біраз уақыттан кейін өзінің пәленше емес, пәленше мархум деген жаңа атау алатын.